Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай. Бүгінгі видеода 6 сынып математика пәнінің 2-10 сабақтың А деңгейіндегі 414-тен 417-ге дейінгі есептердің шығарылуын қарастырамыз. Әдеттегідей видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңырау шағын басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Сонымен ең бірінші есебіміз ол 413 есеп. Қосудың қасиеттерін пайдаланып есептеңдер дейді. Бұл ауызша есептеуге берілген тапсырма. Дегенмен де жазып өтейік. Бірінші 17-ге 5-ті қосамыз, 22, 22-ден 12-ні азайтамыз, 10 шығады. Екіншісінде минус 24-ке минус 6-ны қосып алған дұрыс. Екеуін қоссақ минус 30 шығады. Және оған қосамыз минус 13-ті. Екеуінде таңбасы теріс болғандықтан сандар қосылады да минус таңбамен шығады, яғни минус 43. Келесі минус 1,5-ке минус 2,5-ті қосамыз. Сонда минус 4 шығады. Оған қосамыз 4,7-ні. Таңбалары әртүрлі, яғни сандарды бір-бірінен азайтамыз. 4,7-ден 4-ті азайтатын болсақ, 0,7 шығады. Екіншісі бірінші 19-ға 21-ді қосып алған дұрыс. 40 шығады, және оған қосамыз минус 6-ны. 40-қа минус 6-ны қоссақ, 34. Минус 11 мен минус 9-ды қосып аламыз. Минус 20, және оған 14-ті қосамыз. Есептің жауабы минус 6. Минус 8 бен минус 2-ні қосып аламыз. Минус 10, және оған 16-ны қосамыз. Минус 10-ға 16-ны қоссақ, 6 шығады. Келесінде сандардың соңына қараймыз. 8 бен 2 тұр, яғни екеуін қосқан кезде 0 шығады. Соңғы саны, сондықтан екеуін бірінші қосып аламыз. 8,12-ке 1,8-ді қоссақ 10 шығады. Оған минус 3-ті қосатын болсақ, есептің жауабы 7. Дәл сол сияқты міне минус 4,7 мен минус 1,7-ні қосамыз. Минус 6 қосу 9. Бұл жерде 3 шығады, өйткені 9-дан 6-ны азайтамыз. Келесі 6 мен 4-ті қосып аламыз. 10, және оған қосамыз минус 0,7-ні. Есептің жауабы 9,3 болады екен. Келесі 414 есеп. Қосудың ауыстырымдылық қасиеттерін пайдаланып, теңдік түрінде жазыңдар дейді. Бұл жерден есептемейміз, тек қана ауыстырымдылық қасиетін пайдаланамыз. Яғни қосылғыштардың орындарын ауыстырамыз. Минус 56 қосу минус 34 деп жазамыз. Екіншісінде минус 12 қосу 7. 7-ні неге жақша қалмаймыз, өйткені 7-нің алдында минус жоқ. Келесі минус 18 қосу минус 3, яғни міне теріс сан жазылған кезде қосудан кейін міндетті түрде жақша қалуымыз керек. Келесі А бағанында бізде минус 8 бен минус 2-ні қосып алған дұрыс, сондықтан 7 қосу дейміз да, екінші жақшаға минус 8 қосу минус 2 деп жазамыз. Екіншісінде минус 11 мен минус 9-ды қосып аламыз, яғни минус 11 қосу минус 9 деп бір жақшаға жеке жазамыз да, оған қосамыз 13-ті. Келесі минус 3 деп жазып аламыз, себебі мына минус 6 мен минус 4-ті жеке қосамыз, яғни жақшаның ішінде минус 6 қосу минус 4 деп жазылады екен. 415 есеп. Қосудың ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін пайдаланып есептеңдер дейді. Яғни тиімді тәсілдерін іздейміз. Бірінші минус 42 мен минус 18-ді қосып аламыз. Мына екеуін. Одан кейін шыққан санға 19-ды қосамыз. Есептеңдер деп тұр, яғни есептің мәнін табуымыз керек. Минус 42-ке минус 18-ді қоссақ минус 60, оған 19-ды қосатын болсақ, есептің жауабы минус 41. Дәл сол сияқты екінші тапсырмада 25-ке қосамыз минус 3 пен минус 47-нің қосындысын. Яғни 25 қосу, мына екеуін қосатын болсақ, минус 50 шығады. Таңбалары әртүрлі болғандықтан бір-бірінен азайтамыз. 25 және 50 дегеніміз үлкен, оның таңбасы қойылады, яғни минус 25. Келесі үшінші тапсырмада енді мына екі теріс санды жеке қосып аламыз, яғни минус 1,6-ға қосамыз минус 2,1-ді. Және шыққан санға 3,9-ды қосамыз. Минус 1,6-ға 2,1-ді қосатын болсақ, минус 2,1-ді, онда минус 3,7 шығады. Оған қосамыз 3,9-ды. Таңбалары қарама-қарсы сандар шықты, яғни бір-бірінен азайтамыз, 0,2 шығады екен. Келесі кезекте
мына оң сандарды бөлек қосып аламыз. Яғни 6,4-ке қосамыз 0,3-ті, одан шыққан санға минус 10-ды қосамыз. 6,4-ке 0,3-ті қоссақ 6,7, оған минус 10-ды қосатын болсақ, 10 үлкен, сондықтан оның таңбасы алынады, минус 3,3 шығады. Келесі 416 есеп қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып есептеңдер. Бұл жерде де енді сандардың соңына қараймыз. Мысалы үшін минус 0,3 пен минус 9,7-ні бөлек қосамыз, минус 2,6 мен минус 1,4-ті жеке қосамыз. Олай болса жазайық. Минус 2,6-ға қосамыз минус 1,4-ті бірінші, одан кейін екінші жақшада минус 0,3-ке қосамыз минус 9,7-ні. Бірінші жақшаны есептейтін болсақ, минус 4 шығады қосу, ал екінші жақшада минус 10 шығады. Екеуі де теріс таңбалы болғандықтан бір-біріне қоса қоямыз, минус 14. Енді екінші тапсырмада 1,5 пен 8,5, минус 5,4 пен минус 1,6 қосылады. Жеке жазып алайық. Терімділік қасиетімен, яғни 1,5 қосу 8,5, оған қосамыз. Екінші жақшада минус 5,4 қосу минус 1,6. 1,5-ке 8,5-ті қоссақ 10, қосу минус 5,4-ке минус 1,6-ны қоссақ минус 7, 10-ға минус 7-ні қоссақ есептің жауабы 3. Келесі тапсырма, бұл жерде енді сандардың соңына қараймыз. Міне 7-мен аяқталып тұр. Олай болса біз 3-пен аяқталатын санды аламыз. Мына жерде екеуі де 5-пен аяқталып тұр, яғни екеуін жеке біріктіреміз деген сөз. Жазып алайық. Бірінші жақшада 4,37-ге қосамыз 6,63-ті, және екінші жақшада минус 3,65-ке қосамыз минус 7,35-ті. Бірінші жақшада 4,37-ге 6,63-ті қосатын болсақ 11 шығады. Қосу, екінші жақшада минус 11 шығады. Яғни 11-ге минус 11-ді қосуымыз керек, есептің жауабы 0 болады. Келесі төртінші тапсырма, 0,13 пен минус 2,13-ті жинақтаймыз, минус 9,94 пен минус 0,6-ны бөлек есептейміз. Олай болса жазайық. 0,13 қосу минус 2,13 және қосу екінші жақшада минус 9,94 қосу минус 0,6. Бірінші жақшаны есептейтін болсақ, таңбалары әртүрлі, сондықтан бір-бірінен азайтылады. Минус 2,13-тен 0,13-ті азайтсам, минус 2 шығады. Екінші жақшаны есептейтін болсақ, бұлар керісінше бір-біріне қосылып кетеді. 10 шығады, және екеуінің де таңбасы минус болғандықтан минус 10 болады. Яғни минус 2-ге қосамыз минус 10-ды, екеуінің де таңбасы бірдей, сондықтан бұлар да қосылып кетеді. Есептің жауабы минус 12 болады. Келесі 417 есеп. Автобус 42 км сағат жылдамдықпен, троллейбус 36 км сағат жылдамдықпен бағдаршамнан бір уақытта өтті. Автобус келесі бағдаршамға 1,15 минутта барды. Осы кезде троллейбус автобустан неше метр қашықтықта болды? Міне екеуінің ара қашықтығын табуымыз керек. Олай болса жазып алайық. Бірінші жылдамдық ол автобустікі, және ол 42 км сағат. Енді бұл жерде мән беруіміз керек. Бізге неше метр қашықтықта деп сұрақ қойылып тұр, және уақыт минутпен беріліп тұр. Олай болса біз жылдамдықта метр минутқа айналдыруымыз керек. Ол үшін 42-ні жазып қоямыз. 1 километрде неше метр бар? Табамыз, яғни ол 1000 метр. Оны бөлеміз. 1 сағатта неше минут бар? Біз минутқа айналдыруымыз керек қой, сол себепті минутты аламыз. 1 сағатта 60 минут бар. Осылай жазып қоямыз. Енді мынаны қысқартамыз. 60 пен 1000-ның нөлдерін қысқартпасақ болады, және 42 мен 6-ны да қысқартып жіберсек болады. 6-ның орнында 1, 42-ның орнында 7 болады. Сонда 700 метр минут болады екен. 42 км сағат деген жылдамдығымыз. Дәл сол сияқты екінші жылдамдықты табатын болсақ, ол 36 км сағат. Оны да метр минутқа айналдырамыз. Ол үшін 36 көбейту 1000 метр бөлу
60 минут деп жазып аламыз. Енді қысқарту амалдарын жүргіземіз. 1000 мен 60-тың нөлдерін қысқарып тастаймыз. 36 мен 6-ны қысқартамыз. 6-ның орнында 1, 36-ның орнында 6 қалады. Сонда ол 600 метр минут болады екен. Енді уақыт белгілі 1,5 минут деп айтылған. Бізге S-ті табу керек. S арақашықты табу үшін мына екі жылдамдықты бір-бірден азайтамыз. V1-ден азайтамыз V2-ні және оны уақытқа көбейтеміз. V1 дегеніміз 700 метр, оны метр минут, одан азайтамыз 600 метр минутты және оны көбейтеміз 1,5 минутқа. 700-ден 600 азайтсақ 100, 100-ді көбейтеміз 1,5-ке, сонда ол 150 метр, ара қашықтығы 150 метр болады екен. Балалар, осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Есептердің шығарылу жолы түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңырау шағын басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер. Ал мен сіздермен келесі сабаққа дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр апай, оңай математика каналы.